Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Менің даусым естіліп тұр ма? Видеом көрініп тұр ма сіздерге? Слайдым. Естіліп тұр, көрініп тұр бәрі. Жақсы. Мен Қарағанды облысы Шет ауданы Сәкен жалпы білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімімін. Аты жөнім Смағұл Әсем Жарылғапқызы болады. Бүгінгі менің шеберлік оқу сауаттылығы мәтінді түсіну және талдау дағдылары тақырыбындағы шеберлік сабағыма қош келдіңіздер. Мейлінше белсене қатысып отырайық шеберлік сабаққа. Яғни сіздерге шеберлік сабаққа белсене қатысуға мотивация болсын мына сөздер. Сіздің белсенділігіңіз басқаға үлгі, қатысу даму, даму жетістік. Әр қадамыңыз кәсіби өсуге жол. Сіздің идеяңыз біреуге үлкен өзгеріс әкелуі мүмкін. Белсенді мұғалім, табысты мұғалім. Жақсы, рахмет, сәттілік. Енді бұл тақырып сіздерге енді бұл жаңалық ашатындай тақырып емес, бұрыннан бар тақырып. Бүгінгі педагогиканың басты мақсаты да оқушының оқу сауаттылығын дамыту, яғни алған білімін өмірде сыныптан тыс жерде кез келген жағдайда тиімді пайдалана білу қабілеті. Енді бұл мен өзімнің өмірлік тәжірибемде вариативтік бағда сабағымда қалай қолданып жүрмін, қандай әдіс тәсілдерді пайдаланып жүрмін, оқушылармен қандай тапсырма түрлерін жүргізіп жүрмін, осы оқу әдістемелік құрамында бөлісетін болармын сіздермен. Яғни бұл өзекті мәселе, оқу сауаттылығын дамыту, білім саласындағы өзекті мәселе, әрбір оқушының мәтінді түсіну және талдау дағдыларын жетілдіру жалпы кез келген мұғалімнің міндеті деп білем. Оқушының оқыған мәтінді тез ұмытып қалу себебі, әуелі осы сұрақпен бастағым келіп отыр. Сіздерге оқушының оқыған мәтінді тез ұмытып қалу себебі неде деп ойлайсыздар? Сәлеметсіздер ме? Бұл оқушының зейін қойып түсініп оқымауында деп ойлаймын. Тағы да басқа әріптестеріміз ойларыңыз бар ма? Тез ұмытып қалу себебі. Енді әрине бұл көбіне енді бірнеше себепке байланысты болады. Көбіне оқудағысы, зейіні, түсу деңгейі және есте сақтау тәсілдерінің төмен болуы, яғни мәтінді толық түсінбеуі, мәтінде оқушыға таныс емес, бейтаныс сөздердің көп болуы, сөйлемдердің күрделі болуы, оқиғаның мәнін түсінбеуі, кей жағдайда зейіннің тұрақсыздығы да әсер етеді. Телефон, сыныптағы шу, шаршау, немесе мәтінді оқығаннан кейін бірден сұрақ қойылмаса, сыныпта талдау жасалмаса, пікір айтылмаса, бұл оқушының мәтінді тез ұмытып қалуына әкелетін бірден бір себептер деп ойлаймын. Енді жалпы менің оқу әдістемелік құралым, білесіздер, енді барлықтарыңыз оқу әдістемелік құралы жұмыс дәптерінен, КМЖ-дан мұғалімге пайдаланатын қысқа мерзімді жоспардан тұрады ғой. Соның ішінде 4 дағдыға негізделген тапсырмалар түрлері. Енді бұл оқу сауаттылығы бізде қазіргі заманда белең алып тұрған PISA форматында оқушылардың төменгі деңгей көрсетуі, осы PISA форматына бейімделген мәтіндер осы жұмыс дәптерінде бірталай тапсырмалар арқылы қолданылып отыр. Және де бұл жерде жиыды да қосып отырмын, яғни жиі заман талабы болғаннан кейін. Мысалы, міне QR код арқылы мәтінді тыңдап, одан кейін сол сұрақтарға жауап беру, немесе мына PISA форматындағына диаграммалық мәтіндер беріліп, осындай жұмыс дәптерінде тапсырмалар түрлері берілген. Немесе, мысалы қарасаңыздар, мына жерде бейне мәтінді тыңдап, төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз. Яғни Ахмет Байтұрсын туралы мәтін. Ахмет Байтұрсын туралы не білесің? Ол өзін саясаткер ретінде қалай көрсетті? Ахмет Байтұрсынның тағдыры не болды? Оның қазақ тарихындағы орны қандай? Тақырып пен Ахмет Байтұрсын арасындағы байланыс. Енді жазылым тапсырмасында оқушылар инсайт стратегиясы бойынша, енді бұл әдіс сіздердің барлықтарыңызға таныс, бірақ оқушының оқу сауаттылығын, функционалдық сауаттылығын арттыруында бұл тәсілдің тиімділігі көп. Өйткені бала жаңа мәлімет алады, өзінің жаңа түсінбеген сұрақтары бойынша бұл жерге толтырады, және де қосымша оқушыдан сұрақ туындаса осы жерге жазып, оқушымен де кері байланыс жасауға да бұның тиімді әсері көп. Енді келесі аша беріңіз.
Мен өзімнің осы жұмыс дәптерінде қымызда қандай әдіс тәсілдер қолданып жүрмін. Енді көбінесе мен өзім қазақшылықты көп қолдайтын адаммын. Анау шетелдің әдістерінің аттарынан көрі өзім қойып алдым. Осы мысалы ННН әдісі бұл оқушылардың өздерінің ойлап тапқан әдісі деуге де болады. Бұл жерде енді оқушы мәтінді оқығаннан кейін мәтін не туралы, яғни неге, неліктен деген әдіс. Бұл да оқушының оқу сауаттылығын арттыруға тиімді әдіс. Ақпарат аңшысы, ғажайып промпт деген, енді қазір білесіздер, ChatGPT, Gemini'ға промпт жазғанда да бұл оқушы дұрыс жазудың жолдарын үйрету. Бұл промптты дұрыс жазса ғана, мысалы оқиғаның композициялық құрылымын оқушы құратын кезде жаңағы промптты дұрыс жазса ғана, эпизодтарын дұрыс жазса ғана, бұл оқушыға оң жемісін беретін әдіс. Одан кейін әдеби үйірме әдісін бүгін мен жаңашыл түрде қолданып жүрмін. Білесіздер, бұнда біріншіде баяндаушы деген болады ғой. Сол баяндаушы композициялық құрылымын, оқиғаның мазмұнын баяндаған кезде ChatGPT-ға салып, содан кейін барып композициялық құрылымы бойынша баяндап отырса, бұл да жаңағы оқушының жиымен жұмыс жасауына және оқу сауаттылығын арттыруға, және дәнекер деген бар ғой, бұл әдеби үйірмеде. Сол дәнекер арқылы өмірмен байланыстырады. Одан жедел сұрақ әдісі, естеріңізде бар ма? Бітібаеваның кітабында ол кісі бүйтіп жазады. Егер оқыған мәтінді түсінгеніңізді толық білгіңіз келсе, сол мәтін бойынша жоқ дегенде 5 сұрақ құрастырыңыз. Соған өзіңіз жауап бере алсаңыз, сіз мәтінді түсінді деген сөз. Ал егер соған жауап бере алмасаңыз, сіз мәтінді түсінбеді деген сөз. Сондықтан мәтінді оқығаннан кейін бірден жедел сұрақ әдісін қолдансаңыздар, балаларға немесе өздеріңіз бірден 5 сұрақ құрастырып, одан кейін ол сұрақтарға оқушылар өздері жауап берсе, бұл жерде де жаңағы мәтінді меңгергендігі, түсінгендігі анықталып тұрады. Енді кейін осы жаңадан өзімнің қосқан бір әдісім, бір ой әдісі, бұл авторлық әдіс. Осы бір ой әдісін қазір сіздерге толық бөлісіп кетейін деген. Мысалы, мен 11 сыныптарға қоғамдық гуманитарлық бағыт бізде оқытылады. Тақау арада жалған дүние, Смағұл Елубайдың жалған дүние романын өттік. Яғни сол жерде сабағымның авторы оқушы бір сабақта бір әдіс, бір ой әдісі, яғни бұндағы оқу мақсаты көркем шығарманың жаңашылдығын ғаламдық мәселелермен байланыстыра отырып, сыни тұрғыдан баға беру деген сіздерде оқу мақсаты болған жағдайда, мысалы оқушы өзінің оқуға үйрету негізгі өмірге үйрету ғой, оқып үйренбеген бала өнерге де даналыққа да үйренбейді дейді Ушинский ағамыз. Сол сияқты мысалы кейіпкерден алған бір сөзін бала сол баға беру несінде оқу мақсатында қолданып өзі қорғайды жобалық жұмыс қылып. Мысалы мына жерде Түгелханның сөзі бар: бармақ басты көз қыстыға көнсең, шалқып өмір сүресің, оған көнбесең далада қаласың. Түгелханның сөзі бала қалай түсінді, бүгінгі өмірмен байланыстырып жоба қорғайды. Бұл жерде де оқушының оқу сауаттылығы артады, талдайды осы сөзді. Одан кейін баланың жамандығы Хансұлуды түреліп қалды, осыдан кейін қайта тұра алмай ажал құшты. Шығармадан алған бір ой, автордан алған бір ой, жалт етер салған дүние, өміріңді мәнді мағыналы ету өз қолыңда. Бұл жерде енді күтілетін нәтиже не болады? Бала біріншіден TEDx форматына бейімделген тұлға қалыптасады, ойын еркін жеткізетін болады. Цифрлық және оқу сауаттылығы артады, сөздік қоры кеңейеді және эссені сауатты жазады. Бізде эссе жазған кезде балаларға дәйек сөздер келтіріңіздер, шығармадағы бір үзіндіден немесе бір автордың бір сөзінен дәйек сөздер келтіріңіздер деп жатқан кезде әдістегі сөздер, нақыл сөздер, афоризмдер көмекке келеді. Енді бүгін шеберлік сабақ болғаннан кейін сіздермен де мысалы қазір енді барлықтарыңыз аша беріңіз. Білесіздер, бала визуалды ақпаратты тез қабылдайды, визуалды көрген нәрсесін тез қабылдайды. Ми суреттегі мәтінге қарағанда 60.000 есе тез өңдейді дейді. Адам ми сурет, диаграмма, кесте, инфографиканы мәтіннен әлде қайда жылдам түсінеді дейді. Енді виза форматында кейінгі онлайн тапсырмалардың барлығын қарасаңыздар, осы сурет түрінде берілген. Естеріңізде болса, осыдан алғашқы шыққан пизалардың тапсырмалары да бізде, білесіздер ме, Ыбырай Алтынсариннің Әке мен бала әңгімесі де бізге сурет түрінде беріліп, астында осы мәтін бойынша, сол сурет бойынша, мәтін бойынша деп жазылады, суретті сұрақтарға жауап беруін неткен алғашқыда. Міне, мысалы мен сіздерге қазір сіздермен жұмыс жасайық, енді практикалық бөлімі,
бұл сурет бойынша, ашпадым. Тапсырмалар құрастырыңыз. Кісілер нетіп қойшы. Мысалы, мен сіздерге бір оңай болсын, мынау сіздерге таныс ертегі, иә? Қай ертегі? Колобок бауырсақ. Бауырсақ Бауырсақ ертегі. ертегісі. Барлығымыз мазмұнын білеміз, сондықтан кейде оқушыға мен өзім осылай оқу сауаттылығына байланысты тапсырмалар құруға осылай бір сурет берем, немесе диаграмма берем, тапсырмалардың сұрақтарын өздеріңіз құрастырыңыздар деп анау айтады оқушыға, балық берме, қармақ бер деген сияқты. Сол балалар өздері, енді қараңыздар, сіздерге бір айтайын, пиза форматының тапсырмаларын егер қарасаңыздар, Блум таксономиясына негізделіп жасалған, өйткені алғашында төменгі деңгей сұрақтары жеңіл болады да, қарапайымнан бірте-бірте тапсырмалар күрделене береді. Мысалы, білу түсіну сатысындағы тапсырмалардан бастарып, әрқандай күрделене береді. Міне, бағалау сатысына дейін барады осы жерде. Енді қазір сіздер бірігіп, немесе өздеріңіз әрқайсыңыз осыған мына суретке байланысты оқушыға оқу сауаттылығын арттыруға қандай сұрақтар дайындар едіңіздер? Әріптестер, ойларыңызбен бөлісіп отырсаңыздар. Әсен, сәлематсыздар. Бұл жердегі табиғаттағы жан-жануарлардың ішінде түлкіні алудағы мақсат не? Түлкі арқылы автор не айтқысы келді? Және осы түлкінің бойындағы қасиет адамдардың бойында да кездесе ме? Өз ортаңда кездесе ме? Жақсы. Яғни сіз бірден қай сатыдан бастадыңыз? Өзіңіз қараңыз, сол сұрақтарыңызға. Салтанат мұғалім, көп рахмет сізге. Сіз қолдану, талдау, жинақтау, бағалау сатысынан бастадыңыз, иә? Бағалау. Тағы да басқа әріптестер қалай құрар едіңіздер? Білу түсіну сатысынан бастасақ, Блум таксономиясының. Яғни мына жерде әңгімелеу, көрсету, айтып беру, қолдану, салыстыру, айырмашылығын табу, қорытынды жасау, жоспар құру. Мынау қай ертегі деп бастау керек бірінші. Мен сөйтіп ойлаймын. Жақсы. Сосын әрі қарай. Ертегінің кейіпкерлері. Сосын Сәлеметсіздер ме? Ертегілердің қай түріне жатқызамыз? Қандай түріне жатқызуға болады деп. Жақсы, рахмет. Тағы да баға беру сатысына дейін, жаңағы Салтанат мұғалім, дұрыс айтасыз. Қайырлы күн, әріптестер, сұрақ қоюға рұқсат па? Әсем мұғалім, бұл жерде бірден оқушыға неге бұл ертегіде түлкі алынған деген сұрақ қоюға болады? Басқа жан-жануар емес, неге бірден түлкі? Жақсы. Сосын одан кейін ары қарай оқушылар өздерінің пікірлерін білдіреді. Неге бір енді ой салатын сұрақ қой, бірден неге бұл жерде басқан емес, неге аю емес, неге басқан емес, неге бірден түлкі? Иә, бұл енді астарлы дүние деп жеткізуге болады ғой. Жақсы, рахмет, Нұргүл мұғалім. Иә, бұл жерде енді кез келген бізде оқу мақсаттары, мынау Блум таксономиясына негізделіп, кез келген пәнде әсіресе, пәндік неде бағдарламада солай, әсіресе біз әдебиет сабақтарында оқушының оқу сауаттылығын арттыруда осы Блум таксономиясының тиімділігі. Енді айтып отырмын ғой, пиза форматындағы тапсырмалардың көбісі қазір осы Блум таксономиясына негізделіп жасалып жүр. Әрқайсыларыңыздың пікірлеріңіз құнды десек те, енді мен өзімнің де құрастырған сұрақтарымен сіздермен бөлісіп көрейін. Міне, әуелі білу түсіну сатысынан бастайтын болсақ, бұл қай ертегі деп бірнеше вариант беріп қоюға болады, иә? Одан кейін бауырсақ осыған дейін кімдерге жолығады? Бауырсақтың алданып қалу себебі, мазмұны жағынан қай шығармаға ұқсас, яғни салыстыру, айырмашылығын табу деген бар ғой. Қай шығармаға ұқсас деп ойлайсыздар осы? Қай ертегіге ұқсас мазмұны жағынан? Ауырған арыстан. Ауырған арыстанға да келеді, тамаша. Сосын қарға мен түлкі естеріңізде ме?
Иә, қарға қант етті, ірімшік жерге салып етті деген бар еді ғой. салып кетті. Иә, бұл жерде де қу кейіпкердің ретінде түлкі бейнеленетін, иә. Осындай бірнеше вариант қоюға болады мазмұны жағынан. Одан кейін бауырсақты аман алып қалу үшін сіз не істер едіңіз, иә? Егер бауырсақ бүгін мысалы қалаға келсе, мына жерде кешіріңіздер қате кетіп қалыпты, қалаға келсе, кімдерге жолығар еді? Мәтін мазмұнына сәйкес келетін мақал мәтел, әр аңқаудың бір алдаушысы бар деген ойды қалай түсінесіз деп, соңында пиза тапсырмасы бойынша бала осы жерге өзінің жауабын жазады. Енді бұл сіздерге оқу сауаттылығын құрастырудағы бір әдісін көрсетіп жатырмын. Сіздерге сурет арқылы да, қазір визуалды айтып отырмын ғой, балалар комикспен, суретпен жақсы түсінеді мәтінді оқып жатқаннан көрі. Содан бірден жаңа суретті көргеннен кейін сіздерде қандай ойларыңызда қандай сұрақтар қалыптасты деп бірден жаңа балалардың сұрақтарын сөз жерге сұрақтар құрғызып тастауға болады оқушылармен бірге, немесе оқушылар өздері құрса. Енді сонымен қатар мынау оқушылармен жаңа айттық қой, жалған дүние романы бойынша промптты жаңағы дұрыс жаза білсе ChatGPT-ға, мысалы бармақ басты көз қыстыға жол берсең, шалқып өмір сүресің, оған көнбесең далада қаласың. Бұл біздің оқушылармен бірігіп жасаған, сол вариативті курсымызда бірігіп жасаған осы 11 сыныпқа жиынтық бағалау үлгісі қазір жиыды қолданып. Балаларға енді қалай ойлайсыздар? Осы жеңіл бола ма? Анау біздің әлдесе шұбыртып мәтінді беріп, одан кейін жаңағы 15 минутта сол бұжыбыны үлгереді, немесе тыжыбыны үлгереді деп 45 минутта ойлайсыздар ма? Есе жазып. Әлде осы түрі жеңіл деп ойлайсыздар ма? Енді жаңа айтып отырмыз ғой, біз пиза форматына жақындату үшін бұжыбы, тыжыбы да үлгілерін өзгертуіміз керек деп ойлаймын. Осы дұрыс, жаңашылдыққа қарай талпыну керек. Және заманның талабына қарай бала бейімделу керек сандық технологияға. Рахмет. Иә, мына жерде енді қараңыздаршы, қай кейіпкер өміріне қатысты айтылған ой тапсырмасы бірінші және екінші суретті салыстыра сипаттай отырып, өз ойыңызды 3-4 сөйлеммен жазыңыз. Яғни бармақ басты көз қыстыға жол берсең, шалқып өмір сүресің, оған көнбесең далада қаласың. Бұл дискрипторында балалар өздері құрастырып, міне осындай біз жиынтық бағалаудың да үлгілерін қостым осы оқу сауаттылық несіне, жұмыс дәптеріне. Мысалы, мына жерде де пенде болған соң өмірде бәрі болады, тек болған іске сабыр шақыра білсең болды. Бұл жерде комикс түрінде берілген. Едігенің бұл сөзі қандай философиялық ойды білдіреді? Сабыр шақыру деген ұғымды өмірлік тәжірибеден мысал келтіре отырып түсіндіріңіз деп мына жерге 2 комментарий толтырады. Осындай форматта жасадық. Одан кейін басқа сыныптарға да, мысалы жаңа айттық қой сіздерге, күрделі болуы мүмкін, иә? Мысалы 6 сыныпта Абайдың 31-ші қара сөзі бар. Сіздер білесіздер барлықтарыңыз. 31-ші қара сөзінің тілі өте ауыр, иә? Онда бар, естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар, яғни тұшынып, ғибратлану керек деген сөздер мысалы балаға түсініксіз. Егер осы сөздерді жаңағы жиды, тиімді қолдану деген осы, егер осы сөздерді жаңағы жеңіл форматта балаға түсіндіріп беріңізші десе, мына жаққа сізге екінші форматын жасап беріп, мен сабақты бірнеше қайталасам, тез түсінемін деген сияқты жеңіл түрде берсек, балалар бұжыбыны, тыжыбыны қиналмай орындалады деп ойлаймын енді. Мына жерде сіздерге көрініп тұр ма? Абайдың ойы жеңіл түрде берілген. Бұл да бір 6 сыныпқа бастадық, қазір жиынтық бағалау. Осының да бірнеше үлгісін осы жұмыс дәптеріме кіргізген болатынмын. Содан кейін жаңағы 5 сыныпта білесіздер, киім, сән, талғам деген бізде бөлім бар. Жазып жүрген шығарсыздар. Міне сонда біз де мынау БЖБ түрін пиза форматына жақындаттық оқушының оқу сауаттылығын арттыруда. Берілген сурет қыз бала түрлі түсті киімде тұрған дүкенде көйлек қарап тұр. Оқушыға көрсетілген визуал міне. Қыздың киімі қандай, қыз қандай киімге қызығып тұр деп ойлайсыз, оның талғамы қандай деп сипаттай аласыз, сурет бойынша қысқаша өш сөйлем құрады. Яғни бала мына тапсырманы тез орындайды. Диаграмма қарап жауап бер, оқушыларға қай киім ең көп ұнайды, қай киім ең аз ұнайды, мысалы шалбар немесе көйлек, юбка деген сияқты, көбісі шалбар ыңғайлы екен деп неткен сияқты. Содан кейін нақты біз БЖБ-да мысалы балаға нақты балл қою, бағалау критерийін астына қойып қойсақ, бала
бұл тапсырмада не істей алатын? Егер барлық жауап дұрыс болса, логикалық қорытынды бар болса, 5 бал аласыз. Егер негізгі ақпарат дұрыс, қорытынды толық емес болса, 3-4 бал аласыз. Егер диаграмманы түсіну шектелу болса, 1-2 бал аласыз деп, қазіргі форматқа, міне өздеріңізге мына жерге шетіне пиза форматындағы тапсырмаларды қойып қойдым. Біз сонда оқу сауаттылығын арттыру үшін БЖБ-мыз бір жақта, ТЖБ-мыз бір жақта, я болмаса анау 11 сыныпта оқу сауаттылығына дайындайтын мәтіндеріміз бір жақта болғаннан көрі, қазіргі заманның түлкі болса тазы болып шал дейді ғой, қазіргі пиза форматындағы оқу сауаттылығында тапсырмаларға жақындатуымыз керек деп ойлаймын БЖБ-ны. Енді өздеріңіз мына жақта тапсырманың, мысалы жаңа киім және сан талғам несіндегі үлгісі, біз қазір қолданып жүрген үлгісі берілген. Мына жақта қазір оқушылар өзіміз бірігіп жасаған БЖБ-ның үлгісі берілген. Қараңыздар, сонда балаға қайсы қызықтырақ, тез орындап шығуға, бала тез қабылдап, тез түсініп, тез талдай алатындайға қайсы сіздерге басымырақ болады деп ойлайсыздар, мысалы осы жерде де. Сол жақта міне сіздерге бұрынғы бізге не берілген. Әрине бала визуалды көрген ақпаратты, жаңа айттым сіздерге, тез қабылдайды деп. Әріптестер, ойларыңызбен бөлісіп отырсаңыздар. Міне мынау да сол 6 сыныпқа бір-бір үлгілерін ғана көрсетіп жатырмын мен сіздерге. Енді оқу сауаттылығы болашаққа құйылған инвестиция, өмір бойы қажетті дағды. Бұл енді білесіздер, оқу сауаттылығы арқылы біз өмірге үйретеміз, оқушының жаңағы алған ең құрмаса түйіп кеткен бір ойларын өмірде пайдалануға үйретеміз. Мына жерде бір ой айтсын, мен кетіп қалдым ба? Міне жаңа сіздерге тағы да бір ой айтсын, сіздерге түсінікті болды ма? Әріптестер? Түсінікті болды, аха. Өте тамаша әдіс екен. Осы әдісіңіз өте жақсы екен. Мына жерде көрдіңіздер ме? Ертең бала бұл өмірде нақыл ретінде қолданылатын бармақ басы, көз қыстыға. Мысалы, білесіздер ме, Оралхан Бөкей? Дауысым естіліп тұр ма сіздерге? Естіліп тұр. Жаңа уақытын дұрыс естпедік па, қайта-қайта ноутбугын қатқап тұрмай, интернет нашар болып, бүгін светті байланыс дұрыс болмай. Жақсы, енді бұл тәсілдер, бұл оқу сауаттылығы вариативті бағдарламасында қандай нәтижелерге жеттім дейтін болсақ, яғни тақауда білесіздер, осы декабрь айында республикалық педидеялар конкурсы болды, облыстық деңгейде. Осы әдіс тәсілдермен бірінші орын алып, республикалық педидеялар осы оқу сауаттылығы бойынша оқуға үйрету, өмірге бейімдеу деген тақырыпта республикалық педагогикалық идеялар фестиваліне қатысып, жүлделі әріптестер, микрофонды өшіріп қойсаңыздар. Міржақып Дулатұлы атындағы мектеп, микрофоныңызды өшіріп қойыңызшы. Және де осы облыстық Міржақыптан алған бір ой, Міржақып оқулары, Сәкен оқуларынан балалар осы оқу сауаттылығы, яғни TEDx форматына бейімделіп, алған білімдерін өмірде қолданатынына Міржақыптан алған бір ой деген облыстық байқауларда да жүлделі орындарға ие болып жүр. Енді жалпы мына жерде мониторингте сіздерге көрініп отырған шығар, оқу жылының басында оқу сауаттылық деңгейі 2021 жылдан бастап бұл эксперименттік жүйеге енді ғой, 2024 жылы қаншалықты деңгейге өскендігі байқалып тұрған шығар. Енді бүгін сіздермен қайта-қайта үзіліп кетіп тұрғанына байланысты рефлексия, бір пікір, бір ұсыныс, бір идея дейді. Қандай идея келді, немесе маған қандай ұсыныс айтар едіңіздер, қандай пікірлеріңіз бар? Осы оймен рефлексия жасап берсек. Әріптестер.
Пікір айтайын, бір пікір айтайын, Әсем мұғалім. Сіздің Жақсы. бұл шығармашылығыңызды аудан көлемінен облыс, шет ауданын көрсетіп жатқандарыңызға және еңбекқор мұғалім екендігіңізді білеміз. Шығармашылығыңызға өте тәнтіміз. Ал енді ұсыныс сол, осы білгендеріңізді, жасағандарыңызды кәдімгідей бізге кітап ретінде ме, кітапша ретінде ме, дәптер ретінде таратсаңыз, оны біз қолдансақ сабақта. Жақсы. Бір идея, бір идея. Жалғыз бұл оқу сауаттылығы сізде қай сыныпта бұл өтіп жатқан? Жоғарғы сыныптарда 9-10-9-дан басталды ғой қазір. Жақсы. Идея сол. Енді осы оқу сауаттылығын сіз поэзия жанрында көрсетсеңіз. Поэзия ол бөлек қой шығармашылық. Жақсы, рахмет сізге. Шығармашылығыңызды осы идеяға қоссаңыз деп отырмын да. Өзімнің бе? Жақсы. Енді әріптестер, тағы да басқа әріптестер кері байланыс жасасаңыздар, рефлексия. Енді уақыттың тығыздығына байланысты менің пікірім, мынау жаңағы көрсеткен әдіс тәсілдеріңіздің бәрі өте қолайлы. Ана мәтінді оқи салғаннан гөрі тез ұғымды нақты нәрселерін аламыз екен. Енді ұсынысым, шығармашылығымыз одан да арта берсін, сіздер сиқатта ұстаздарымыз көбейе берсін. Жақсы, рахмет. Енді жаңа ойым, бұндай нәрселер әрі қарай көбейіп, бұл енді шетелден алдық демейміз, шетелдің әдістерін өзім осылай қалыптастырдым, өстіп ойладым деп айтып жатырсыз ғой. Сол ой жақсы ой болып отыр өзіме. Ауыстырып алып, соны тереңдеп, өзім түсініп, балаларға жеңіл түрінде жеткізсем екен деп. Негізі бастауышта ғажайып дорба деп бұрын мен тойбастардан қалған дорбаларым білесіздер ме, таратады ғой. Қалталар ішіне неше түрлі салып, соны алып кеп ішіне бір затты жасырып, сыртына сипаттататын. Бұл да оқу сауаттылығын оқушының арттыруға, жақсы сөздік қорын көбейтуге, аттарды қойып алып. Жақсы, рахмет әріптес пікіріңізге, кері байланысыңызға. Негізі кез келген мәтінді оқу сауаттылығына тапсырма құрастырарда сіздер Блум таксономиясына сүйенсеңіздер, әуелі жеңілден төменгі деңгейден жоғары деңгейге қарай сұрақ құрастырсаңыздар, және бізде жоспар құру деген бар ғой. Мысалы, анау бізде қойылып атады ғой, мәтіннің негізгі бөліміне сәйкес келетін тақырып қайсы деп ойлайсыздар деген, сол жаңағы жоспар құру деген несіне қолдану жинақтау сатыларына келеді, байқайсыздар ма? Мен өзім кейін кезде сол Блум таксономиясына сүйеніп жасап жүрмін сұрақтар. Оқушыларға да сол Блум таксономиясын ашып қоям. Әуелі білу түсіну үшін қарапайым сұрақтан бастайық, сосын қиындатайық, баға беру сатысына дейін барайық деп. Сонда жеңіл болады сұрақ құрастыру оқу сауаттылығына. Оқушылар да өздері сол таксономиямен құрса, оңай болады деп ойлаймын. Енді айтып отырмын ғой, бұл жаңалық ашатындай тақырып емес, бірақ десе де мен өзім қандай әдіс тәсілдерді, авторлық әдіс тәсілдер қостым қымызыға, жұмыс дәптеріме де авторлық жаңағы 3 ен деп алған, басында оқушылар не бұл мәтін не туралы, неге, неліктен десек те сол Блум таксономиясына келеді. Егер деп алсаңыздар. Содан кейін жаңа айтып жедел сұрақ. Егер бала мәтінді бірден сұрақ қойып, біз бірден талдамасақ, бала ол мәтінді түсінбей кетеді. Бұрынғы біз мазмұнын айтып бер дегеннен көрі, жедел сұрақ әдісін пайдаланып, бірден 5-6 сұрақ қойып, 10 сұрақ қойысып жүрсек, бала мәтінді тез түсініп, тез қабылдайды. Өйткені бірнеше бала өз пікірін айтады, жауап береді, одан кейін барып күрделене береді. Тағы да басқа әріптестер кері байланыс. Енді сіздерге осы нені көрсетіп отырғанында бір идея, идея келген жоқ па сіздерге? Келіп отыр маған. Қандай бір идея? Мысалы, педагогикалық идеялар фестивалінде, мысалы, алып шығатындай сізге бір идея келіп отқан жоқ па?
идея. Негізіне бар ғой, мен бұрында ойлайтынмын, осы идеяға бір-екі рет қатысқан кезде қорқыныш болған. Одан кейін өмірдің өзі таразы ғой. Бұл жерде сіз дәлелдеп отырсыз. Кез келген мынау еңбекқор мұғалім қайткен күнде де барлығын жеңіп алға шыға алатындығын дәлелдеп, мұғалімдерге қызығушылық оятып отырсыз. Осы маған бір мотивация болып отыр жас мұғалімдерге. Жақсы, Енді тақырып кетті, тақырып шашыраңқы болып тұр, енді оны жүйелеп алайық. Мен енді мына жердегі бір пікір білдіріп отырсам, өтейін деп едім, маған мынау бір ой әдісі өте өзіме. Енді әр ұстаздың осындай іс тәжірибесін тарату барысында кез келген ұстаз өзінің қоржынын толтырмақшы мақсатпен кіреміз ғой, қарап. Сіздің мына бір ой әдісіңіз, мысалы біз кейіпкерден бір ой, яғни шашыраңқы түрде алатынбыз. Ал енді мынау бір шығарманың бойынан шығармадан алған бір ой, кейіпкерден алған бір ой, және автордан алған бір ой. Жобалық жұмыс қорғайды бала соңында. Жүйелеп алуға болады. Енді Өте бір тиімді әдіс екен. Тосыннан келген жоқ, білесіздер ме? Міржақыптан алған бір ой деген Міржақып оқулары болды ғой. Сонда оқушыны апарған, сосын сол жерде маған да ой келді, осы әдісті неге мектеп қабырғасында қолданбасқа? Өте жақсы екен, бұл баланың оқу сауаттылығын дамытуға жақсы. Сосын әкелдім де, соны мен мектепте 11 сыныптарға осы үлкен романдарда қолданып көрдім. Соны атау кереде қолдан кезде бір оқушым мынадай бір нені алыпты өзіне. Адамның қателігі кемшілік жіберуінде емес, сол кемшілікті дер кезінде жөндемеуінде деген, кемшілікпен күреспеуінде деген ойды бала соны әлі күнге дейін айтады, сол ойымда қалып қойыпты мұғалім деп кездескен сайын сол оқушы. Көрдіңіздер ме? Бұл балаға оқуға үйретпесең, даналыққа да шешендікке де үйретпейсің дейді ғой. Баланың ойында сол бір алып келген ойы қалып қойыпты. Осы ойда маған сол Міржақыптан кейін келген оқу сауаттылығын арттыруға. Басқа әріптестерімізде пікір бар ма? Сіздерге қандай? Рахмет, Әсемгүл мұғалім, пікіріңізге. Енді оқуға үйрету, өмірге бейімдеу педагогикада қолғап келгенім, мен сол бір ой әдісіменен осы оқу сауаттылығы бойынша менде республика көлемінде жаңағы БЖБ, ТЖБ тапсырмаларын PISA форматына жақындату деген не болған идея. Соны қорғап келгентімін. Енді өздеріңіз жаңа расында да біз БЖБ, ТЖБ форматы баяғы ескі форматта әлі сол жобада жүрміз. Егер осылай балаға берсек, біз PISA форматындағы тапсырмаларды балалар өте жеңіл орындайды деп нетем. Өйткені қазір онлайн форматтағы PISA форматындағы тапсырмаларды қарасаңыз, осы суретпен ғана берілген, немесе кесте диаграммамен ғана берілген, толық мәтін берілмеген. Енді әріптестер, сіздерге бір-екі педидея, осы жерде бір педидея айтып кеткім келіп отыр. Енді біз жаңағы суретті, бір ғана сурет бердім ғой сіздерге. Түлкінің суретін білесіздер ме? Бұл сабақтың болжауынан бастап, бір суретті сабақтың соңына дейін апаруға болады ма? Қалай ойлайсыздар? Болады. Ойды жүйелей келіп, оны өмірмен байланыстыруына болады. Енді қараңыздаршы, аяқ астынан бізге енді көп жағдайда кісілер келіп қалады, сабағымызға кіріп қалады, бізде көрнекілік болмай жатады. Осы бір суретті біз сабақтың болжау кезінде әу басында қолдансақ, одан кейін осы суретті соңына дейін апаруға болады, әріптестер. Бір суретпен, яғни 5 мақсатты алып шығуға бола ма? Сіздерге осындай педидея ұсынғым келіп отыр, бүгінгі енді тәжірибелік Әрине. сабағымнан бір қоржын болсын деп отыр. Сіз қоржындарыңызға бір идея болсын деп отырмын. Яғни мынадай тақырыпта педидея қорғауларыңызға болады. Бір сурет, 5 мақсат, 5 әдіс деп алуларыңызға болады. Бұл жерде мұғалімнің аса бір үлкен шеберлігі қажет деп ойлаймын, Әсем мұғалім. Енді өзіңіз осыны егер бүгін түсініп педидеяға қолға алсаңыз, жақсы педагогикалық идея қорғауға жұмыс болады. Нұргүл мұғалім, бір сурет, 5 мақсат. Жаңағы біздегі оқу мақсаттарына білу түсінуден бастап, баға беруге дейін осы бір суретпен алып шығуға болатындығын. Біз кейде, мысалы, шеберлік сабақтар өткізіп жатқан жағдайда бірнеше суреттер қойып, тапсырмаларды құрастырып, баланы көп уақыт кетіріп жатқаннан гөрі бір суретпен де әкеткен тиімді ме деп кейде ойлаймын визуалды. Немен. Бірнеше әдісті қолданып жүрді.
иә ойын шашыратпай. Екінші идеям Блум таксономиясы арқылы оқу сауаттылығына бейімделуге тапсырмаларды құрастыру. PISA форматына жақын тапсырмалар құрастыру деген идея алып қорғауларыңызға болады. Жақсы, басқа әріптестерімізде сіздерде пікір бар ма екен? Көп рахмет бүгін белсене қатысқандарыңыз үшін. Сұрақтарыңыз маған болса, мүмкін тағы да бір идеялар туындап отырса, сіздермен ой бөлісіп отырсаңыздар, басқа әріптестеріміз. Мына презентацияңыздың бірінші бетін көрсетесіз бе, тақырыбын? Жаңа мен кішкене бір 2-3 минут кешкіріп едім, көрмей қалдым. Оқу сауаттылығы, мәтінді түсіну және талдау дағдылары. Қалай тез түсінеді бала? Мәтінді қалай талдауға болады деген сіздермен жұмыс түрі ғой ұсынып отырған. Қазір. Көрінді ма сіздерге? Көрінді, рахмет. Шығармашылық табыс сізге. Рахмет. Әсем мұғалім, шығармашылық табыс. Осыны үлкен бір кітап қылып басып шығарсаңыз. Рахмет. Бұл негізі оқу әдістемелік құрал, сол дайындалды. Қымыжылары бар. Қымыжыда осы жаңағы бірнеше авторлық әдіс тәсілдердің қолданылуы да бар. Дайын қымыжылар. Анау Өте балаларға тамаша, шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет. Барлықтарыңызға белсене қатысқандарыңыз үшін рахмет. Енді бізге 40 минут уақыт берілді ғой, сол 40 минутта сіздермен енді өзімнің тәжірибемде қалай қолданып жүрмін, қалай жүзеге асырып жүрмін, сол мақсатта бүгін шеберлік сабақ өткізгендімін. Енді бар өзімнің қолданып жүрген әдіс тәсілдеріммен. Енді түсінбей жатқан сұрақтарыңыз болса, әдіс тәсілдерге байланысты. Бәрі Әсем түсінікті, рахмет оймен сізге. үйретуден жалыққан емес. Мысалы, жаңағы айтып отырмын ғой, негізі ғажайып промпт деген бар ғой, мына жерде сіздер ChatGPT-ға жазғанда қазақ тілімен де байланыстыруға болады. Төл сөзді төлеу сөзге айналдырып жазыңыз. Туралы деген шылауларды қосып сұрасаңыз, ChatGPT жақсы түсінеді екен. Мен соны қазір бір не қылып алайын деп жүрмін, тағы педагогикалық идея қылып. Бізде бар ғой төл сөзді төлеу сөзге айналдыратын, табыс септің жалға болса бұйрық райлы болған жағдайда, өткен шақ, келер шақты қолданған жағдайда деген. Негізі сол туралы жөнінде деген шылауларды бұйрық райлы комикс жасар кезде осындай сөйлесіп тұрғандығы туралы жасап берші десе, балаға жасап береді екен дайын суреттер. Оған балалар қалыптасып келе жатыр. Сол промптты дұрыс қойса балалар. Біз көп жағдайда кітаптың эпизодын апарып қоя саламыз, ол жағдайда бізге композициялық құрылымын, я болмаса басқа сіз сұрағандай суреттер жасап бермейді. Жақсы, әріптестер. Жақсы, шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет сіздерге. Рахмет сізге. Рахмет. Жақсы. Көптен көп. Сау болыңыздар, жақсы, көп рахмет сіздерге де. Сау болыңыз, аман болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Осының бір скринді бар. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Жақсы, көп рахмет әріптестер, сау болыңыздар. Жақсы.